Ассалаумағалейкум достар, сіздермен сәлем. Және бүгінгі видеода катастрофаның ұлытымен топыр алатын боламыз. Ал кеттік достар. Так достар, ойын басталмас бұрын мен сіздерге өте күшті сообщество көрсеткім келіп тұр. Ол Soft Design Studio, яғни оформление, YouTube каналдарыңыздардың оформлениясы. Бұл жерде өте күшті превьюлар, арттар, локотивтер және ава мен шапкалар істелінуге болады. Және өте арзан бағада. Аваның өзі 150, шапка 2-3 теңге, өте керемет. Превьюларыңыз енді кішкене қымбатырақ болады, бірақ сонда да сіздерге кеңес беремін. Себебі мен ең басында ава мен шапканы осы баладан істеген болатын. Ол қазақ бала, өздеріңіз бағасына келсеңіздер болады. Міне ашик, міне неше түрлі шапкалар. Міне описанияда болады. Бұл группа максимально актив көрсетіп, подписаться етіп заттарыңызды. Міне менің шапкам. Және ең кереметі бұл 3D үлгіде істелінеді. Бұл бала өзіңді қолымен бәрін істейді. Так, достар, біздің каткамыз басталды. Калахари және рейтинг картасон басамыз. О, картасона как раз қасымызда екен, прыжок бастайық, сразу кеттік. Так, достар, арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий жазып отырамын. Себебі алдыңғы уақыттарда бізде көптеген видеороликтер, стримдар және турнирлар болады. Сондықтан так, картасханада жақындау екен. Мен саған нормальный лут түссе енді картасханадан қазір. Мен соқылымды тағыдан кеттім, ат қоям деп қанат қойым. Так, бастық қою керек еді негізі ат. Так, достар, міне лутты алдық. М14 пен МК берміне. Так, мен жігіттер, достар, короче, автосборды алып тастадым. Мынау жұрттың нені алып алдық. Короче, солардан алып отырам мен енді. Так, онда қазір заводқа барамыз ғой деймін. Заводқа барайық, кішкене атыс бар. Так, кет. Автосбор, мен бұл видеороликті білесің ба, қанша түсірдім, 4-ші рет түсіріп жатырмын. Жалғып кеттім, неше картасхана айырылыға түседі. Так, достар, біз неге заводшыға келіп жатырық уже. Маяқта машина көрдім, сол машинамен қазір заводқа барам. Может быть, маяқтарда да жолда адамдар көрсетін шығар. Адам болса қазір. Бірақ патронды да үнемдеу керек кішкене. Патрон бесконечный емес қой. Ой, тоқтық, қақтан отыра. Арттан. Көрін. Түсіндем. Так. Шагуй. О, әне. Ой, басқа. Мана. Басқа көтерілмей кеткен қалай кетті. Так, ойбайшы лутын деп қоям мен. Лалок. Ё-моё, шашып кеттім ғой. Так, мәне, короче, басқа жүгіретін басқа жаққа қой керек еді. Патрондарын елер жаттауында қыздар балдар. Короче, осы патронмен енді выживать етеміз енді қалай болса да. Жігіттер нешін, жігіттер дей берем. Анамызда қыздар да бар шығар енді. Арықта канаткада адам. Өтіп кетті уже. Позда. Арықта адамның қорқпын мен что-то. Қас күтіп алама деп ше. Сонда да бара берейік. Искавать дейді. Так. Қайда нау? Ашық адам ұшқындай болмайлы маған, көрдің ма жағы? Мен адам ұшқын сияқты болды, вроде ба. Адам болу керек неқтай. Тек, может, ажықтарда шығара. Қайырды мүмкін, мен көрінбейлі, сендерде көріндер ма? Көзіме сондай сияқты болды да. Просто қазір рейтинг, Калахаридің рейтингінде андай нен қосып қалған жауын болды. Әнде ұшатын пистолет пе қандай еді соны.
не үшін қосты? Так, достар, заводқа келдік. Заводты мен бір қарап шығайын. Так, адам көп болу керек бұяқта. 20 адам. 120 адам ғой. Так, достар, біз уже айналып келдік. Заводта қарадық. Мына вроде адам бар. Көрдім ба ана жүрген? О, мені картасы қонады. Йо, төбімізде жүр ғой, прям. Ой, адам. Опасно, опасно, опасно. Сразу ема. Еще мына бір адам жүрміз. Бір адам. Так. Екі адам, ема, екі адам. Хэт. Ой, ё-моё, пинка айтет. Сенде бір. Ой, ой, қасқа. Ей, ё-на, атешкі. Ой, қудым. Егерке патрондар кетті. Мен ютубер деп кім айтады, ертең битва начинающих ютубершта не істейме? Так, достар, ақыры битва начинающих ютубершта айтып кеттім екен. Короче, бұны болады, битва начинающих ютубер қой, короче. И соған арнаға тіркеліп, мана лайк басып, колокольчик басып кетіңдер. Сондықтан біз алдыңғы уақытта біз сондайға қатысатын боламыз. Мен арамызда ютуберлер 200-ден жоғары ютуберлер бар, короче. 200-ден қабылданып жатыр ғой қазір. Сондықтан так, арттағы адам сонымен жоқ болма. Кеттік онда. 3 кесіп, нема нормальный 60 патрон, 60 патрон қапты. Анада 45. Соған қатсамыз көре. Сол үшін короче, описаниеде бір YouTube канал болады, сояқта стрим болады. Может, сояқта қоям описаниеға. И может қоймайм даже. Потому что әлі дұрыс шешкен жоқпыз. Так, адам келе жатыр. Асықпай күтіп алу керек минутта. Емкі вообще кетпейді ғой. Мағарсай. Үші өлдіргеннен кейін басына хит кете ма? Мен қасқа. Құрттың ұтағыз. Так, достар. 4 килл. Пока что все нормально. Бірақ аптечка берген ма не маған басында? Бір аптечка мен. Не істей аламын бір аптечка мен? 2 адам қарап отыр мен. Так. Ё-моё, анада 15-ақ қалма. Қанша болды? Так, ладно, кеттік ана. 4 левел грибок. Мен ана адамды 4 левел жима десем. Сөйтсем бізге қалдыртты ғой, бағақай. Так, Мынаяқта кішкене адам. Ешекті айтсам құлай көрінеді дейді ғой. Сосын адам туралы айтпай қойып. Мана адам деп қойдық, бір емес 2 адам ба, қанша адам келді? Маған 3 адам келді ма? Ема. Төртеу келді ғой. Біреуі төбеден, біреуі қасымыздан. Короче, түсіндіңдер ғой. Алай сияқты көп сөйлемейміз деп қойым ба? Ойбай қасқа. Так. Мен қаршы грант M4 қаншама нәрсе жатыр. Алдың грант нелерде мен дейтін ойнадым ғой, 3-4 катка ойнадым ғой. Картасы құрана айдылаға түстенгі бәрі бар ғой. Мен сам. Сканерді не вұп. Мен 2 адам ғой сканерді ешек. 3 адам ба? 3 адам. Мен сам. Өзім челлендж әрің орында жүрген кез 3 адам кеп қасқа. Не болып тұрдым да мен сам. Не болды ма? Машинамен жүрмей еще бір адам. Ма түмде. Ой, кет тұр. Мен аңғарсай. Хет қадақ көл адамда емаш. Хет қадақ көл адамда дегіне сәт жүрмеш. Ой, шәк. Ой, жет ұран. Қаштың құрсын. Алықты құрып қасяқ. Ай. Еба. Ё-моё. 7 уровнан алып қашып кеткен қалай кетті. Ема. Топ бір алу керек еді, негізі пайдайы бар ғой. Мен қаншама рет болды же топ 3-ке, топ
тубик алып қалған кездерім болды, бірақ ол кезде лут кішкене нормально болды. Мынаны қарашы, мынау броня 2, шлем 2. Алдыңғы раундтарда менде М60 болды, ода хотя бы еще өзінің 60 патрон бар, плюс тағы да патрон береді, 140 па сондай патрон болды. МК берді, бірақ каждый немде МК берді. Достар, короче, описание, комментарий жазып кетіңдерші, МКны не үшін любой картасы қойғанда береді, любой оружие беретін болса, всегда арасында МК қосады, байқайсыңдар ма? Соны не үшін береді, соны комментарий жазып кетіңдерші. Так, 5 килл ма? Қаншадан уже? 8 ба? 8, 5 адам кеткен. Зона кәдімгі кішкентай қылыпты, я. Тәгінеті бағында неден көрсетіп жүр адам. Жүрген. Ой, ё-моя, тәңгенеттің бұтсалы. Қашты. Ой, қасы еще қыпы кетіп, өзім атты ешкім жоқ көзе. Дұрыс емес жерге қойып қойдым, негізі бар ғой. Так. Мыняқта авиапосылка, авиапосылка деппін ғой. Аялдықта ешкім жоқ. Бағана адам өт келмеді ғой что-то. Ё-моё. Төбене атып тұр ғой. 22 ақ патрон қалған менде. Анада 13 патрон. Сонда М14-те қанша патрон болады вообще? 15 болады. Бағана 2 патрон атып жүрмін, случайно. Тупой. Так. Қай жерден атты ол мені? Төбе жақтан атты. Енді аккуратно тез. Мынаяқтан бір көріп жіберейік мына жерден. Жоқ, анау қайқын ататқан. Ой-ой-ой. Такс. Ой-ой-ой. Ё-моё. 45 қақымған. Айбай, бір аптешке жеу керек енді. Жеу керек наған. Өлгермеймін да көйттен есеп. Келесі сонда менде болсам, зің болатын еді бәрі қойшы. Хотя бы үйдің бұрышынан істейші, мен үйдің бұрыштарын істейші. Отыратын нормальный жерді көрген. Мен зонан қарсы қайға еткен. Şu айналып та кете алмайсың қараш. Так, шөптің арасында. Ой-ой-ой. Айбой, броням жоқ қол жерді ғой, ема. Ойбой. Жаман жеді ғой. Ё. Так. Жан жақта атысып отыр. 5 адам, 5 убита. Баланс болды үшін. Так, жіктер ё-моё, жіктер дей берем. Қыздар балдар. Достар, короче, сендер жіктер дей берем бар қойшы. Арамызда қыздар бар ма екен? Жазып кетеймші, описание, комментарийға жазып кетейікші. Арамызда қыз бар ма? Әйтеуір стримдерде келеді. Если что, қыздар балдар, достар, стрим үшін болмай жүр деген сұрақ туындап жатса сендерде. Короче, мен ауылға кеттім, ауылға кеткеннен типа сет ұстамайды. Стрим нормально. О, сненка ара жақта. Айбай. Ай, қайықтан жатыр. Ай. Мен, нақта жүр ғой. Ана төбеден қалай атады мен ана жақтан? Мен Гарена бытшын шығардым. Обновлениесі құрсын бұн. Бүйтіп обновление болса болмай қойсын бүйтіп. Төбеден атқан сияқты болды ғой. Қараш. 5 кем. Осыны салам мен ютубқа. Так, достар, көргендеріңіз өте үлкен рахмет. Бұл видеолық оңай болған жоқ, себебі мен бұл видеолық 4-5 рет түсірдім. Сондықтан андыға лайк басып тіркеліп, комментарий жазамыз. Мен енді БНИ-ға қатысайын деп жатырмын, яғни битва начинающих ютуберов болайын деп жатыр. Сол үшін маған болеть етемін десеңіздер, максимальный лайк басамыз.